тағы бірнеше минут күте тұрайық. Арасында біреуіңіз скриншот жасап отырсаңыздар жақсы болатын еді. Сол скриншоттарды сабақ біткеннен кейін маған жіберіп берсеңіздер. Хорошо. Жақсы, олай болатын болса біз сабағымызды бастай берейік. Бүгін біз пластинкаға байланысты есептер шығарамыз. Енді пластинканы шығарудың бірнеше әдістері бар. Мен сіздерге соның бір әдісін көрсететін боламын. Енді пластинка бұл бізде көбінесе орын басу реакциялары үшін ғана жүреді. Орын басу реакциялары. Және біз білеміз, иә, Беккеттің металдардың белсенділік қатары бар. Мысалға натрийдан басталады, келеді алюминий, қорғасын, сосын сутек, ең соңы алтынмен бітеді деп алсақ, бізде орын басу реакциясына именно алюминийден бастап, одан кейінгі тұрған элементтерді орнын баса алады. Ал алюминийден алдыңғылар неге реакцияға түспейді деген сұрақ туындауы мүмкін. Олар реакцияға түседі, просто бұл жерде олар орын басу реакциясы тұздармен емес, сумен реакцияға түсіп кетеді. Сол себепті сілтілік және сілтілік жер металдарын орын басу реакцияларына обычно түсірмейді. Сол себепті бізде пластинка есептерін шығарған кезде ол алюминийден кейін басталады. Және алюминийден кейінгі, мысалы алайық, орын басып жатқан элемент жаңа тұзды ығыстыратын болса, ол қаншалықты өзіне мынау алтынға қарай жақын тұр, солар бірінші шыға бастайды. Мысалға, біз мынандай бір есеп қарастырып көрейік. Егер алюминийге біз қорғасын нитраты, мысалға магний нитраты, күміс нитраты және мыс нитратын қосатын болсақ, алюминий бірінші қайсы металдың орнын басады. Яғни біз бұл металдарды белсенділік қатары бойынша кему ретімен қойсақ, онда бірінші магний тұрады, одан кейін қорғасын, мыс және алтын. Олай болатын болса, осылай қарай оларды ығыстыру белсенділігі артады. Егер біз алюминийді осы төрт тұздан тұратын ерітіндіге салатын болатын болсақ, ең бірінші күміс нитратын ығыстырып шығарады. Өйткені олардың электр қозғаушы күштерінің айырымына байланысты. Яғни оң жаққа қарай, алтынға қарай қаншалықты жақын тұрады, соншалықты тез ығыстырып шығарады. Бірінші күміс нитратын, екінші мыс нитратын ығыстырып шығарады, үшінші қорғасын нитратын ығыстырып шығарады. Ал магний нитратын болса, ығыстыра алмайды. Өйткені магний алюминийден алдын тұрғандықтан магний нитратын ығыстырмайды. Енді біз осы пластинка есептерін шығарған кезде бар жоғы бір ғана формула білсек жеткілікті. Ол формуламыз бізде делта М тең болады N көбейтілген X көбейтілген М2 минус Y көбейтілген М1. Бұл жерде делта М бұл М2 минус М1. Яғни пластинкалардың айырымын береді. М2 дегеніміз бұл соңғы пластинканың массасы болса, М1 бастапқы пластинканың массасын береді. Ал кішкентай М зат мөлшер, ал X пен Y бұл коэффициент, яғни металдардың алдындағы коэффициент. М2 бұл бөлінетін металл, ал М1-іміз бұл бастапқы металл. Қазір есеп шығарған кезде сіздерге түсінікті болады. Ағай, кешіріңіз, жоғары қарай көтеріп жүрсіз бе? Скриншоттаудан кеттім ғой. Барлығын скриншоттай ма қойыңыз, арасында бір 5-6 рет скриншоттасаңыз болады.
Аха, жақсы, Мен рахмет. бұларды жіберемін. Енді осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік. Мысалға бізде темірден жасалған 8 грамм пластинканы мыс сульфаты ерітіндісіне батырды. Біраз уақыттан кейін пластинканың массасы 8-8 грамм болды. Енді ерітіндіге ауысқан темірдің және пластинкаға ауысқан мыстың массасын табуымыз керек. Ол үшін бірінші реакция теңдеуін жазайық. Темір қосылған мыс сульфаты түзіледі купромес 4. Түзіледі темір С4 және мыс. Бізде бағана айтқан N2 дегеніміз реакция нәтижесінде бөлінген металл. Мыс. Енді мыстың алдында коэффициент 1, сондықтан бұл бізге X-ті береді, ал мынауымыз M2. Ал темір алдында 1, ол бізге Y-ті береді, ал темір дегеніміз M1. Ал енді дельта M дегеніміз соңғы пластинкадан бастапқы пластинканы азайтамыз. 8-де 8, Азайт 8. 0,8. Енді 0,8. артына формулаға қояйық. 0,8 тең болады. Зат мөлшер. Бізде X ол бірге тең. M2 деген реакция нәтижесіне бөлінген мыс, оның молекулалық массасы 64 минус реакцияға қатысып жатқан пластинка бұл темір 64-тен 56-ны азайтамыз. Сонда 8N тең 0,8, N тең 0,1 моль. Яғни 0,1 моль темір пластинкадан ерітіндіге, ал 0,1 моль мыс ерітіндіден пластинкаға ауысты. Сонда масса мысымыз болады 64 көбейту 0,1 тең 6,4 грамм, ал масса теміріміз 5,6 грамм болады. Осы жерге дейін сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Бар, түсінікті. Осында бір есеп Мен сіздерге мен сіздерге есеп жібердім ғой, сол жақтағы есептерді шығарсақ бірге. Бірінші есепті шығарып көрсеңіздер болады. Темір пластинканың мыс сульфатының ерітіндісіне батырылды. Пластинканың массасы 1,2 граммға артты. Енді сұрақтар бөлінген мыстың массасын анықтаңыз. бірінші реакция теңдеуін жазып аламыз, Иә, жоғарыдағы сияқты. Темірді мыс сульфатына батырған. Сіздер мына формулаға салсаңыздар болды. Жауап табу керек. Масса мысты.
жети алты ма? Жет. Дельта М табу керек қой бұл жерде. Жоқ, дельта М тұр, міне 1,2 грамм. Мынау сияқты ғой. Темірден жасалған пластинканы мыс сульфатын ерітіндісіне батырды. Пластиканың массасы 1,2 граммға артты. Реакция нәтижесінде бөлінген мыстың массасы. Мен бағана жіберген есеп, бірінші есеп. Тоғызда 6 грамм болды сонда. Иә, 9,6 грамм болды. Яғни біз дельта М-нің орнына 1,2-ні қоямыз. Иә. 1,2 тең болады. М көбейтілген. N 64 минус 56. Мгм. N тең болады 0,15 Осы жерде М тең 0,15 моль болды. Енді осы жерде масса мысты таба салсақ, 64 көбейтілген 0,15. 0,15-ке, иә? Иә, 9,6 грамм шығады сол кезде. Енді келесі есепті сұрап көрейік. Сұрақтарыңыз бар ма? Егер түсініксіз болып жатқан жерлері болса, сұрап алсаңыздар, сосын біз ары қарай көшейік. Әзірге түсінікті. Енді екінші есепке көшейік. Массасы 80 грамм мыс пластинканы күміс нитратын ерітіндісіне батырылды. Күміс толығымен ығысқаннан кейін пластинканың массасы 7,6%-ға өсті. Пластинада бөлінген күмістің массасын анықтаңыз дейді. Екінші есеп. Мысты қосамыз күміс нитратына. Нәтижесінде күміс нитраты қосылған күміс. Күмістің алдына 2 қояйық. Енді бастапқы пластинканың массасы 80 болды. Ол 7,6%-ға өсіпті. Онда біз дельта М-ді тауып алайық. Дельта М дегеніміз 80 көбейтілген 7,6 бөлінген 100-ге. Өйткені 80 деген бастапқы пластинканың массасы 7,6, ол айтып тұр, иә, пластинканың соңғы массасы 7,6%-ға өскен деп тұр. Енді соны шығарайық. 80-ді көбейтеміз 7,6-ға бөлеміз 100-ге. 6,100-ден 8. Енді біз жаңағы формулаға қоя салайық. Дельта М-нің орнына 6,100-ден 8 тең М көбейтілген. Енді күміске қарайтын болсақ, күмістің алдында X бар, сондықтан біз 2 көбейту 108 минус мыстың алдында коэффициент ол 1-ге тең. Азайту 64. 216, 216-дан 64 азайтсақ 152 N тең 6,100-ден 8. N тең 0,100-ден 4 моль екен. Бізден сұрап тұр, пластинада бөлінген күмістің массасын анықтаңыз. Олай болатын болса, масса күміс тең. Күмістің алдында 2 коэффициент болғандықтан біз оны ескеруіміз керек, өйткені мына жердің өзінде де 2 көбейту 108. Сондықтан 2 көбейту 108 көбейту 0,100-ден 4. Ол тең болады 8,64 грамм. Яғни бізде 8,64 грамм күміс бөлінген болады. Енді 6-шы есепті шығарып көрсек. Мына жерде бір сұрақ қойсам Мыстыкін болады. де тап деп келеді, мыстыкін де тап деп келеді ғой, иә? Я мыстыкын тап деп келеді, немесе мыс нитратын ерітіндісінің массалық үлесін сұрайды, күміс нитратын сұрайды. Соған ұқсас есептер болса шығарамыз. Айта беріңіз, Мына жерде сұрағын. неге 100-ге бөлдік? Дельта М-ді тап. Есеп шартында былай деп тұршы. Күміс толығымен ығысқаннан кейін пластинканың массасы 7,6%-ға өсті деп тұр. Есеп шартында. Егер толығымен десе, онда 100-ге бөлеміз ба?
Жоқ, мына жерде былай деп тұр. 7,6 пайызға деп тұр. Мысалға, біздің Иә. 7,6 пайызы это 7,6 граммға артты деген сияқты. Ал бізде пластинканың бастапқы массасы 80 грамм ғой. Сондықтан 80-нің 7,6 пайызын табу үшін 80 көбейту 7,6 бөлінген 100 пайыз дедім. Пайызбен беріліп тұр, иә, сонда 7,6. Иә, есептеп Түсінікті. солай береді. Солай жазып қояйықшы сонда. Оны деген ана 7,6-шы 100-ге бөліп 0,76 деп 76 деп. көбейте салуға да болады, солай тез шығады Иә, негізі. иә. Иә, сол. Өзіңізге қайсысын ыңғайлы сол жермен шығара берсеңіз де болады. Просто иногда оқушылар қиналып қалады, сол үшін мен обязательно 100-ге бөліп көрсетіп жатырмын. Өйткені пайызбен берілген кезде барлық оқушы бірден қабылдай алмай қалуы мүмкін. Түсінікті, рахмет. Мен ана кейбір жерлерін түсінбей жүремін, мына жерден қазір түсініп жатырмын шынымен. Қазір шығарайық мына 6-шы есепті. Бірінші 6-дан басып бұрын 3-ші есепті шығарып көрейік, сәл басқашалау екен. 3-ші есепте былай айтылып тұр: массасы 50 грамм кадмий. Масса кадмий 50 грамм. Ол алдыменен 9,4 грамм мыс нитратына, одан кейін 9,7 жоқ. Нитрат. Айтып тұр, кадмийді осы екі зат бар ерітіндіге батырған. Яғни күміс нитраты мен сынап нитраты бар ерітіндіге 50 грамм кадмийді батырған дейді. Мыс және сынап пластинкаға толығымен түскен болса, мыс пен сынаптың кадмиймен толық ығыстырғаннан кейін пластинканың массасы қанша пайызға артты? Соны табуымыз керек. Бірінші біз бағана айтқандай мыс пенен сынаптың периодтық металдардың белсенділік қатарындағы орнын салыстыру керек. Бізде мыс, мысалға күміс, сосын сынап болу керек. Бірінші сынаппен әрекет етеді. Алтынға жақын болғандықтан кадмий бірінші сынаппен әрекет етеді. Олай болатын болса, кадмий қосылған сынап нитраты, нәтижесінде бізде сынап қосылған кадмий нитраты бөлінеді. Енді бізде айтылып тұр 9,75 грамм сынап нитраты деп тұр. Сондықтан біз бірінші сынап нитратының зат мөлшерін тауып алсақ болады. бөлінген, бізде NO2-міз 62, оны 2-ге көбейтіп, сынап бізде 201 бит, 201 екен, 325. 9,75-ті бөлеміз 325-ге. Шығады 0,03 моль. Енді осы кадмийді сынап нитратына салған кезде оның массасы артты ма, әлде азайды ма, соны тауып алайық. Олай болатын болса, дельта М тең болады. М-нің орнына біз 0,03 көбейтілген сынабымыз бізде 201, азайтылған кадмий 112 бит, 112 екен. Егер саннан плюс шықса, пластинка артқан болады. Егер минус шыққан болса, пластинканың массасы азайған болады. 201-ден азайтамыз 112-ні. 89. Оны көбейтеміз 0,03-ге. 2-де 67 граммға артты екен. Енді дәл осылай біз мыс нитратымен жасап көрейік. Мыс нитратына қосамыз кадмийді. Сонда бізде кадмий нитрат бөлінген мыс. Тағы да бірінші дельта N мыс нитратын тауып алайық. Бізде 9,4-ті бөлеміз 188. 188. 0,05 моль. Енді мына дельта М1 болса, енді дельта М2 тең
0,05 Biz көбейтілген 64 минус 112. Яғни минуспен шығып кетеді екен. қарасаңыз, иә, сол себепті мысалға бізде пластинканы құрап тұрған элементтің молекулалық массасы тұздағы металдың массасынан үлкен болса, онда мысалға үлкен сан кетіп, кіші сан келеді да пластинканың массасы азайып қалады. Сонда жауап қандай болады? Сонда артқаны болады ғой, соны біріншісін қабылдаймыз ғой, Жоқ, қазір екеуінде де не істейміз, біреу сынап нитратымен артқан болады да, ал мыс нитратына салғанда пластиканың массасы азайған болады. Қазір қаншаға артып азайғанын есептеп көрейік. Бірінші 64-тен 112-ні азайтайық. Ол минус 48 шықты, оны 0,05-ке көбейтеміз. Минус 2,4 граммға азайды. Енді бізде пластинканың массасы жалпы азайды ма, жоқ па, соны есептеп көрейік. Дельта М3 соңғы болсын. Бірінші масса пластинка қосылған дельта М1 қосылған дельта М2 тең. Бізде пластинканың бастапқы массасы 50 грамм болды. Оған бірінші нәрсе жүргеннен кейін пластинканың массасы 2,67 граммға ғана артты. Қосамыз 2,67. Ал мыс нитратына салған кезде ол 2,4 граммға азайып кетті. Енді қосып азайтатын болсақ, 50-де 27 грамм болды. Значит, бізде артып тұр ғой, иә? екі ерітіндіге салғанда бар жоғы қаншаға артқан тауып алады? 50-де 27. 0,27. 0,27 граммға ғана артқан болып тұр. Мына жерде 2,67-ге артты, мына жерде 2,4-ке азайды. Сонда жалпы кадмийді осы екі ерітіндіге салған кезде, қоспа ерітіндіге 0,27 граммға ғана артты. Енді осының массалық үлесін сұрап тұр, қанша пайызға артқанын. Онда біз 0,27 бөлінген 50 көбейтілген 100 деп таба салайық. Қанша пайызға артқанын. Мұнда қысқарт 2 қалып, 0,54 пайызға ғана артады екен. Сұрақтарыңыз бар ма? Есеп шығарып. Түсінікті, рахмет. 112 деген қай жерден келіп еді? 112 деген ол кадмийдің Кадмийдің атомдық А, массасы. Мгм. ерітіндіге байланысты. Мен сіздерге кейін тағы да бір орысша есептер жіберсем, өйткені мен мынаны тоже орысшасын алған едім, неден? Переводчикқа салып, қазақшаға переводталай салған едім. Мен сіздерге кейін переводталмаған есептер тоже жіберем. Енді мынандай бір есеп мен осы жаққа жаза салайын. Массасы 5 грамм темір пластинкасы бар. Оны 50 миллилитр, тығыздығы 1,12 грамм бөлінген миллилитр, 15 пайыздық мыс 2 хлоридіне салған. Жоқ, мыс сульфат ерітіндісіне салып. 15 пайыздық. Біраз уақыттан кейін ерітіндідегі мыс сульфатының массалық үлесі 2 есеге азайды. 2 есе азайды. Енді бізге сұрап тұр, ең соңындағы пластинканың массасын табыңыз. Есеп түсінікті ғой, иә?
Түсінікті. Бул эсеп мына не жерде жок го, я? Бұл жерде жоқ, иә. Сиздин жибергениңиз, иә. Оны кейін бөлек жіберем тағы да. Просто бір сарынды болып қалмасын деп басқаша есептерді алып жатқанмын ғой. Біз тағы да бірінші реакция теңдеуін жазып қояйық. Темір қосылған мыс сульфаты, көпір Мыстың қосылған темір сульфаты. Енді біз осы жерде мынандай айта алуымыз керек. массаны тауып Соңғы алу керек. жауабымыз, мысалға мынау 56, мынау 64 қой. Значит, бізде пластинканың массасы мына 5 граммнан көп болу керек деген қорытындыға келуіміз керек. Егер 5 граммнан аз шығып қалса, значит, біз бір жерде қате кеткен боламыз. Себебі мыстың молекулалық массасы көп қой, атомдық массасы темірге қарағанда. Сондықтан ең соңында шыққан жауапты тексеруге керек бізге. Бірінші біз нені тауып алайық? Мыс сульфатының массасын тауып алайық. Масса көпірмесі 4. Ол үшін біз омега В көбейтілген ро бөлінген 100% формуласын пайдаланайық. 50 көбейтілген 15 көбейтілген 1,12 бөлінген 100. Мына екеуі қысқарып 2 қалады. 15-ті 2-ге бөлсек 7,5. Оны көбейтеміз 1,12. Болады 8,4 грамм. Енді бізде айтылып тұр, иә, біраз уақыттан кейін мыс сульфатындағы ерітіндідегі оның массалық үлесі 2 есе азайды. Значит, 8,4-тің тең жартысы ғана реакцияға түседі. Реакцияға түскен масса мыс сульфатын тауып алайық. 4,2. Я 4,2 грамм. И осы жерден біз зат мөлшерін мыс сульфаттың таба салайық. Мыс сульфаттыңкі ол дегеніміз 4,2-мен есептейміз ғой, иә, 160-қа бөле саламыз. 0,026-25 моль. Енді бағанағы формулаға қояйық. Сол формуламен енді ашып жазайын. Делта М орнына М2 минус М1 тең болады. М көбейтілген М2 минус М1. Енді М1-ді мен теңдеудің бер жағына өткізейін. Сонда М2 бұл бізде соңғысы, М1 қосылған М көбейтілген М2 минус М1 тең болады. М1-дің орнына біз бастапқы темірдің массасын қоямыз. Ол бізде 5 грамм болған. 5 қосылған зат мөлшеріміз 0,026-25. М2 ол бізде мыс 64 минус 56. 64-тен 56-ны азайтсақ ол 8 көбейтілген 0,026-25. 0,21, 5 қоссақ 5-те 21 грамм болады екен. Яғни біздің пластинкамыздың соңғы массасы 5-те 21 грамм болады. Бұл М2-міз ғой, я? Я М2 соңғы пластинканың массасы. Енді біз есебімізді сәл түрлендірейік. Енді ерітіндіде пайда болған темір сульфатының массасын және де ерітіндіде қалған мыс сульфатының массасын табайық. Ол үшін масса ерітінді тең масса ерітінді бастапқы азайтылған делта М. Немесе осыны былай алсақ та болады. Қосылған М1 азайтылған М2. Масса ерітінді бастапқы бізде бұл жерде ерітінді күйінде берілгендіктен біз В көбейту ро деген формуланы қолданайық. 50 көбейтілген 1,12 қосылған 5 азайтылған 5-те 21. 50-ні көбейтеміз 1,12-ге. 56 10 азайтамыз 0,21-ді.
Сонда бізде соңғы ерітіндіміз 55-те 79 граммға тең болды. Енді бізде мынаның темір S4-тің массасын қайдан табамыз? Оны біз мынау недегі бағана тапып алған зат мөлшерімен шығара аламыз. Өйткені осыншама моль мыс сульфаты реакцияға түскен болса, 26-25, темірімізде осыншама моль реакцияға түскен болады. Нәтижесінде түзіледі дәл сонша моль. 0,026-25. Олай болса, темір сульфаттың бірінші массасын тауып алайық. 0,026-25-ті көбейтеміз. 96-ға 56 қоссақ, 152. 0,026-25 көбейтеміз 152-ге. 399 грамм. И массалық үлесін тапсақ, 399 бөлінген 55-79 көбейтілген 100%. Бізде 7-15%. Ерітіндідегі темір сульфатының массалық үлесі 7-15% болды. Енді біз мыс сульфатын күнде тауып алсақ болады. Мыс сульфаты басында бізде 8,4 болды. Оның жартысы 4,2 реакцияға түсіп кеткен болса, енді қалған мыс сульфатымыз 8,4-тен азайтамыз. 4,2-ні 4,2 грамм. Енді массалық үлес мыс сульфатын табайық. 4,2-ні бөлеміз 55-79-ға, көбейтеміз 100%-ға. 4,2-ні бөлеміз 55-79-ға. 7,5%, 53% шығар екен. Біз осылайша пластинка байланысты есептерді осылай шығарамыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Сәл болса да түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Түсінікті, иә. 55-те 179 деген ерітіндінің массасы ғой, Я ерітіндінің соңғы ерітіндінің массасы. иә? Сол жеке-жеке жаңағы массаларды осы 55-те 79-мен шығарттық қой біз массалық үлестен. Сәл болса да түсіндік енді. Я бұл сәл енді күрделендіріп жатырмыз, өйткені ұбт-да да келетін болса осы массалық үлестер көп келеді негізі. Жаңа қосылған немесе бөлінген металдың массалары сұралмайды да, ерітіндіде қалған тұздардың массалық үлестерін сұрап жатады обычно. Сол үшін әдейі соны қосып тұрмын мына жерге. Түсінікті. Ерітіндінің массасы артады немесе төмендейтініміз қалай білуімізге болады. Егер пластинканың массасы артса, значит ерітіндінің массасы азаю керек. Ал керісінше, пластинканың массасы кемейтін болса, онда ерітіндінің массасы артады. Одан кейін пластинкада жүретін тағы бір-екі ерекше теңдеу бар. Соны ұмытып кетпесем жазып көрсете салайын. Мысалға біз темірге қосатын болсақ, мыс хлоридін. Кешірім өтінемін. Темір хлор 3-ке қосамыз мысты. Біз бірден айтуымыз мүмкін, мыс темірден кейін тұрып, бұл реакция жүрмейді деп. Бірақ шын мәнінде бұл реакция жүреді. Бізде ол кезде купрум хлор 2 және темір хлор 2 деген осы ұмытпау керекпіз. Бұл исключение мен орынбасу реакциясында жүретін реакция. Және мыс қосылған мыс хлор 2 нәтижесінде мыс хлор 1 валентісі, мыс 1 хлориді түзіледі. Осы екі реакция жүруі мүмкін бізде. Бұны тапқан кезде М1, М2 демей-ақ жаңағы мыстықын таба саламыз, иә? Я бұл жерде уже не болмайды. Ерітіндінің массасы XY болмайды, иә? XY көп таба алмаймыз, өйткені бұл жерде тек қана азайып кетеді массасы. Просто осындай жағдай кездесіп қалатындай болса деп көрсетіп жатқаным ғой. Обычно есептерде осы келеді иногда. Мысалға осыған байланысты біз мынандай бір есеп
қарастырсақ болады. Оны өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Мысалға 18-2 грамм мыс пластинкасы берілген. 18-2 грамм. Оны 230 грамм темір үш хлориді ерітіндісіне батырған. Маса темір хлор үш ерітінді 230 грамм. Және оның массалық үлесі темір хлор үштікі 0,1%. 0,1-ге тең, яғни 10%-ға тең. Біраз уақыттан кейін темір хлор үшпенен мыс хлоридінің массалық үлестері бір-біріне теңескен. Және ең соңғысынан сұрап тұр, бізден ең соңында масса 2 пластинканы сұрап тұр. Енді бұл жағдайда не істеуіміз керек? Жаңа айтқандай, реакция теңдеуі жазып аламыз. Бұл жерде масса 2 пластинкасы қайсысы болады? Купрум хлор 2 ма? Үстіндегі бірінші реакция теңдеуі жүзеге асырылады ғой жерде. Мыстың, мысалы, реакциядан кейін қалған массасын табу керек. Мыстың соңында реакция біткен кезде қалған массасын табу керек. Біз мыс қосылған 2 темір хлор үш, ол тең болады купрум хлор 2, қосылған 2 темір хлор 2. Егер бізде X темір Мазер реакцияға, микрофоныңызды өшіріңізші, естілмей жатыр бізге. мысалға, мыс X моль реакцияға түссе, темір хлориді 2X, өткен алтында зат мөлшері X. Екісі бар. Ал купрум хлорымыз X моль болады, ал темір хлор 2-міз 2X моль болады. Енді біз нені тауып алайық? Масса темір хлор үшті тауып алайық. Ол 230-ды көбейтеміз 0,1-ге. Өйткені бұл жерде пайызбен емес, немен беріп тұр? Бірлікпен. Сондықтан ол 23 грамм болады. Енді бізге айтып тұр, олардың массалық үлестері теңесетін болса, онда 23 минус темір хлор үштің несін табайық? Қанша қалғанын табайық? 35-те 5-ті көбейтем 3-ке, қосамын 56-ны. 12-ге көбейтсек 325X. Ол тең болады. Мыс хлоридіміз 71-ге 64 қосатын болсақ 135X. Мен мына жерді неге бұлай жасадым? Өткен есеп шартында айтып тұр, я? Темір хлоридінің массалық үлесі мыс хлоридінің массалық үлесіне тең деген сөз. Бұл олардың массалары бір-біріне теңеседі деген сөз. Сондықтан мен екеуін осылай алып отырмын. 23 минус 325